Ағдала орта мектебі, 9 сынып, қазақ әдебиеті. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Умбетова Қарлығаш Бектұрсынқызы. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Мәңгілік ел, мәңгілік мұрат бөлімі бойынша бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Несіпбек Айтұлының Бәйтерек поэмасы. Оқу мақсаты. Автор бейнесінің идеялық стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау. Бағалау критерийі. Шығармадағы автор бейнесінің идеялық стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөлін анықтайды. Несіпбек Айтұлы туралы бейнефильмді тамашалаңыздар. Қанатымнан бір құрап, ұшып түссе қауырсын, мен үшінде туған ел, жаның бір сәт ауырсын, бауырынан ақ бұлттың ажыраған шүйкедей, көкжиекке құлаған көлеңкемді танырсың. Осы өлеңіңіз кейде жаныма жақын көрнекте тұрады. Парасатты поэзия өкілі Несіпбек Айтұлы. Мемлекеттік сыйлықтың иегері Шыралыбы Жамбыл Мұқағали Мақатаев атындағы сыйлықтардың лауреаты. Парасат орденінде омырауына таққан. Қаламгердің марапаттары оның қарымын білдіртсе керек. Десе де, бір атанға жүк болар жүлдесі ақынды кісіліктен, кішіліктен айырған емес. Яғдайымдасы қызық олдасын, әлаша аман болсын, еліміз тыныш болсын. Қазақстан жақай берсін. Оның сөзі мен өзі бір. Отбасында да, топ басында да ақын бір қалыпты. Тік мінезі, өз рухы оның шығармасынан да, ізінен де анық байқалады. Бісмілләсімен қазағым деген уайымы қатар жүретіндіктен болар. Әдебиетте оны қазақ ақын, ұлт ақыны деп атайды. Бұл атаққа, абыройға қалай жеттім деп, оны айту ол мүмкін емес. Ол мүмкін менің бала жасымда Құдайдың берген таланты, аты көпті мұны еліме, жұртыма жасаған еңбегім нәтиже шығар деп ойлаймын мен. Ұлтқа жасаған еңбегімнің өйткені қаршадайымыздан, бала кезімізден ел, жұрт, ұлттың тағдыры, тілдің тағдыры деп шылап келе жатқан, жырлап келе жатқан ақынның бірі менмін. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі 25 жылдық ішінде осы тәуелсіздікке, ерке елдің тынысына, тіршілігіне қосқан еңбегімнің азды көпті соның нәтижесі болу керек деп ойлаймын. Бір кереметтей бір 40 тастағы ештеңем жоқ. Несіпбек Айтұлы 1950 жылы Шығыс Түркістан, Тарбағатайда дүниеге келді. Қазақтың көптеген ақын жазушылар тәрізді, ол да қойшының отбасында туған бала. Бала Несіпбек ауыл арасында айтыстарға қатысып, қара сөзден дәмесі барын ерте танытады. Алғаш хатталған балалық атты өлеңі 15 жасында Шұбартау аудандық Жаңа Өмір газетінде жарық көрді. Несіпбек Айтұлы туралы қосымша деректі оқулықтан оқисыздар. Поэма. Өлең сөзбен жазылған, сюжеттік желісінде әңгімелеу сипаты басым, көлемді туынды. Сюжетті поэмалармен қоса, таза лирикалық сюжетті қамтитын поэмалар да болады. Өзінің жанрлық мүмкіндігіне қарай поэма әртүрлі көркемдік құрылымда, атап айтқанда сюжетті, сюжетсіз, драмалық, монологтық толғаныс түрлеріне жіктеледі. Оқулықтан Бәйтерек поэмасын толығымен оқисыздар. Бірінші тапсырма. Поэманы оқып, сюжеттік композициялық талдау жасайсыздар. Бірінші кесте. Оқиғаның басталуы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі, шешімі. Үзінді арқылы екінші кестеге дәлелдемелермен толтырасыздар. Осы тақырып бойынша екінші тапсырма.
Бәйтерек өлеңі туралы сұрақтар берілген. Бірінші, поэмадағы азаттық, тәуелсіздік ұғымдарына өз көзқарасыңызды білдіріңіз. Екінші, бәйтеректі тақырып етіп алудағы ақынның мақсаты неде? Поэмадан қандай қорытынды шығаруға болады? Үшінші, автор поэмада қазақ халқының өткен тарихы мен бүгінгі заманы қалай бейнеленген? Осы сұрақтардың қалаған біреуіне шешімін толықтай талдау жазасыздар. Дескриптор. Поэмада көтерілген мәселелерді бүгінгі күнмен салыстырады, авторлық идея мен өмір шындығын айқындайды, жалпы адамзаттық құндылықтардың шығармадағы көрінісін талдайды. Үшінші тапсырма. Өлеңнен авторға тән қасиеттерді анықтаңыз. Автор бейнесінің идеялық стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөлін анықтаудағы ойыңызды мысалдармен дәлелдеңіз. Бірінші кесте. Авторға тән қасиеттер. Екінші кесте. Автор бейнесінің идеялық стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөлі. Дескриптор. Поэмадағы автор бейнесінің идеялық стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөлін анықтайды. Өз ойын мысалдармен дәлелдейді. Үйге тапсырма. Оқулықтағы 6-шы тапсырма. Мәтінді тыңдап, үзіндінің мазмұнын қара сөз түрінде жазып бер. Несіпбек Айтұлы, Бәйтерек поэмасы. Жер үйі қыз демесең таптырама, бұйырар бір түк жусан тоқтығады. Қазірді кіріп келген танымасаң, басыңа байқалап бақтырама. Бұтағы бойламаса күнге қарай, халық бір қаусап біткен қу қарағай. Қандағы қасиеттен айрылсаң, қалмайды қуған қырсық құлғанадай. Тірісің туған ана тілің барда, өлісің түк тамырың жылынғанда. Қуатты күннің нұры құтқармай ма, жас өркен үскірікке ұрынғанда. Қисыны келеді істің дер шағында, күш қуат келді емес келсабында. Сөйлейді Назарбаев Нұрсұлтан боп, көк тулы Қазақстан жер шарында. Дескриптор. Мәтінді мұқият тыңда, үзіндінің мазмұнын қара сөз түрінде жаз. Өлең жолдарын сөйлемге айналдырудағы ережелерді сақта.